солай ма енді? Билеп келеді ғой? Осы биліп жатқанға. Билеп беріңіз, билеп! Сен үйден биылдыққа бірінші шықтыңыздар ма? Бір күшті билеп, андай тойды сағынып. Физика, математика ма? Болған ғой жоқ? Ми ашып кеткен ғой жатыр. Осы батыстың халқы ғой, біздің театр ең қатты жақсы көретін. Жаңа Шымкенттен аға шығып кетті ғой, Шымкент жақ бойынша жақтырмайды десең ойлаймын. Құрметті ағайындар, бізде подарка көп. Бүгін осы біздің Талғат ағамыздың тойы, маған да жұмысты болсын. Ойбай, мен 49-дамын, әлі 50-ге толмап еді деген сияқты әңгіме бар. Давай, подарка кімге керек айтыңыздаршы. Маған да осындай той жұмысты болсын деп, подарка алғысы келетін кісілер болса, ұялмаңыздар. Әшейін беріп жіберем. Кімге керек подарка? Ұялмаңыздар, шынымен де. Келесіз, аласыз, кетесіз. Міне 50 жас деген жазуы бар. Апау, келін жан, қол көтергеніңізге рахмет. Апамызға қошемет ұрып қойыңдар. Негізі жүрісі солай ма енді? Билеп келеді ғой? Осы биліп жатқанға. Осы не жүріс деп, мүмкін жүріс солай шығар деп те айта алмай тұрмын. Билеп келеді десең, қай жері би? Ойда айтамын. Саламатсыз, атыңыз кім? Айгүл. Айгүл апайымызға қошемет ұрып қойыңыздар, құрметті ағайындар. Кім болып келдіңіз тойға? Құдаша. Құдаша? Жаңа биіңіз баяғыдан кішкентай кезіңізде сөйтіп билейсіз ба? Енді жалғызсаған жаралмаған шығар, қартып жарал. Жоқ, шынымен де баяғыдан билейсіз ба? Күшті биледіңіз. Біздің құрамыздың тойынан бір подарка алыңыз келді. Өзіңіз ұнаған таңдап алыңызшы. Астыңғы жақтарында тиіспеңіз, өйткені қайын жоқ па деген. Мынаны 13 мыңнан бер деді маған. Ол 7,5 мың десе. Рахмет, Айгүл ханым өзіне ұнаған затын таңдады. Құдай қаласа сіздердің шаңырақтарыңызда тек 50 жас емес, өмірлі той көп болсын. Рахмет, орныңызға отырсаңыз бар, көрдіңіздер. Рахмет, бұл кісі қай жақтан келді? Ақсайдан келді ме? Ақсай 100 километр емес па? 130? Бұда біз қап жүргенбіз ма? Жарты сағатта жеттік. Келіңізші, құрметті ағайындар, бүгінгі тойымыздың иесі Талғат ағамыздың жұбайы Кама апайымызға бір ерекше қошемет ұрып, андай бір смайликтер болады, андай жүрек, андай бүйтіп тістеп атады, андай корейский жүректер, сондай бір күшті смайлик көрсеткен, неше түрлі қолдау көрсеткен адамдарға подарка беретін келіп тұр. Қазір сіз мына жерден бастап бүкіл халыққа қолыңызды бұлғап, билеп, ортадан бір айналып, билеп қажет жоқ, жай ғана қолыңызды бұлғап, бүкіл халыққа сәлем беріп шығыңыз. Әр столдың қасынан өткен кезде, мына кісі ерекше қолдаймыз. Өтініш, столдың үстіне шығып кетпейміз. Біреудің зданиясы өткеніз, дәжінде бастаймыз. Смайлик, байқадап жүргеніңізді. Бүгінгі тойымыздың иесі Талғат ағамыздың құдай қосқан қосағы 3 баланың анасы Кама сіздердің алдарыңызда. Қошемет ұртар. Қошемет қайда? Ерекше қошемет
Бәрі күшті болды, бірақ ана қара көйлек киген. Я келіңізші, сіздің жүрегіңізді түсінбедік біз. Не ол айна, келіңіз сізге подарок берейін. Қошеметті қойыңыздар, қошеметті билеп беріңіз, билеп. Бүгін қонақтар сіздер үйден биылдыққа бірінші шықтыңыздар ма? Бір күшті билеп, андай тойды сағынып қалған. Негізі тойға келген қонақ ешкімден ұялмау керек қой, музыка қосылған. Міне дәл осы кісі секілді, Айгүл апайымыз секілді билеп шығудан ұялмау керек қой. Тілек айтқанда қысқа сөйлеуге ұялып ше. Атыңыз кім? Сізде Айгүлсіз ба не? Бүгінгі тойдағы Айгүлдерде ұят жоқ бізде, көне айтам. Ақ көйлек деген брат беріңізші, боламасын шақырсам. Мына кісінің қолдаған бұл кісі кім? Бірден бір өтпен үйленесің, не? Келіңіз, ассалаумағалейкум, атыңыз кім? Әділбек. Әділбек аға, келіңіз, мына жерге тұрыңызшы. Біздің Айгүл ханымды танисыз ғой? Бірге оқып бәріміз. Қарағашта бірге оқып бәріміз. Айгүл, Талғат бәрін бірге отырдық. Талғат 5 оқып, мен 2 оқып. Адамның көзін шұқылала жаздап түсіндіреді екен, е? Кластастар, мына кісінің биін көрмесек, обал. Қандай биді біз көрме, ол үлкен қаза деп ойлаймын. Бұл қазасын құдай сақтасын. Бұл би жарысы емес, жай ғана сіздің биіңізді көріп, подарок беріп келіп тұр, жаңағы жүрегіңізге. Қызған жоқ. Ойбай, аға, мен өтірік секіре беріңіздер сол. Қошеметті қойыңыздар, Айгүлдің биін көріңіздер, құрметті ағайын. Музыка! Әлі бір сағат жетіспейді билеріңізге. Шама бір сағат сізге жаңа аяқтан жүрек көрсеттіңіз да, еще сол жүректі маған қарап қозғадыңыз. Менше деп. Мен соны көріп қойдым. Айтсе, мынау өтірік жүрек істеді. Мына жақта, аға, сіз шақырайын өткені қандай бір кішкентай қандай қауым ұстап. Алма! Физика, математика ма? Болған ғой жоқ? Ми ашық кеткен ғой жатыр. Сіздер тек қандай шұқала жазда жүреді екенсіздер. Атыңыз кім аға? Асқар. Асқарға жаңа істеген жүрегіңізді көрсетіңізші. Шынымен де көп. Ондай жүрек болмайды ғой аға. Анау алма ғой, алма. Кім мына жерде бар ма? Группаластардан Асқар ағамызбен билейтін бар ма? Кім? Айнагүл қайда? Ол кісіге де бір сағат жетіспейді, сізге бір сағат өтіп кеткенсіз уже. Айнагүлге қошемет ұқпақ. Қошемет ұқпайындар, Айнагүлге. Саламатсыз, Айнагүл ханым, келіңіз. Группаласыз ба? Физика, математика. Химия бар ма? Химия, келіңіз, мына жерге. Математика. Ештеңе қойды, дөргі. Тұрыңызшы, кожаный көпкімен. Ағамыздың биін көріп келіп тұр просто, да? Сосын жайрап тарсамыз кәр. Ортақ шықсыз? Осы жерден андай бір сериалдар болады ғой, кино. Еді қызық ойнатқанда бітіп қалатын ше.
шынымен де бағана Әділбек ағамыз айтқан сияқты бұл кісілер қыссын. Сосын класстастар мен группаластардың арасында шындап кеткен батыл болайын деп тұр. Ортаға бір құдашаны тастап жүреміз. Сонымен бір әпеден бардак бірдеңе шығайын деп тұр. Аға, мынау жүрегіңізге жаңағы айнадырған андайлар бізде көп жыбырлаған адамға бер деп жатыр. Талғатаға билеп шығудың қажеті жоқ, жай ғана біздің кама қакен ұқсап, мен бүйтіп бір айналып шығарсын, жиде қымбат уже. Дайынбыз ғой, иә? Талғат ағаға, құрметті ағайындар, бұл кісінің біреуге ренжіп, біреудің айтқан сөзін көңіліне алып қалып, кек сақтап қалатын жері бар ғой, сол жер істемейді мына кісі. Сондай жерлер істемейді. Анау ренжіп қалу, бұның ең бір кемшілігі мен түсінгенім асығыс екен. Тек шыдамдықты жақсы көреді екен. Бағана ортаға шыққан кезде 10 метр алда кетіп баратқанына түсінуге болады. Халықты ерте жинап алғанның өзіне байқау болады. Тойыңыз құтты болсын. Бүкіл халыққа бүйтіп қолыңызды бұлғап шығыңыз, иә? Ақыл кетті ана. Қошемет тұрып қойыңыздар. Кама апайдың күйеуі. Қошемет қайда? Қошемет қайда? Ағана кама апайымызбен айналған кезде чек класстастар мен группаластар сосын бір-екі туысқан ғана тұрған. Ал Талғат ағамыз шыққан кезде орындарыңыздан 100% тұрып, құшақтап, андай шүберек айналдырып, дүние деген, иә? Бір кішкентай подаркіге болады, ой Алла. Баған болады тұрып кеттіңіздер ғой сіздерді. Рахмет. Жаңа алдыңыздан жүгіріп құшақтаған кісі кім? Нұргүл келді. Нұргүл? Келді ме еще? Машалла. Нұргүл сіз бар? Біздің үйде де бар Нұргүл. Ол да қайнағалар құшақтап сөйтіп жүре береді. Бұл да асықсы екен, келдіңізде асықсы екен. Рахмет.